Құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыздың қонағы Қоғамдық келісім Республикалық мемлекеттік мекемесінің этномәдени бірлестіктер мен өзара іс-қимыл жасау басқармасының басшысы Елдос Тәңірбергенұлы Жұмағұлов. Бүгін біз қоғамдық келісім, этномәдени бірлестіктердің қоғамдағы рөлі және Қазақстан халық кеңесі қызметінің бағыттары туралы әңгімелесеміз. Елдос Тәңірбергенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең алдымен соңғы саяси өзгерістерден бастасақ, Қазақстан халық кеңесі құрылғанын баршамыз білеміз. Бұл өзгерістердің басты мақсаты мен миссиясы қандай? Енді елімізде 5 жылдан астам уақытта үлкен реформалар кезең-кезеңмен жүргізіп келе жатыр. Сол реформалардың енді басты қозғаушы күші деп айтсақ болады. Басты қоғам тарапынан сұраныс ол осы халықтың өзгерістерге басқаруға қатысуы, мемлекеттік басқару ісіне қатысуы. Енді осы конституциялық реформалардың аясында Қазақстан халық кеңесі құрылып жатыр. Бұл бұрында бізде бар институттардың, құрылымдардың жалғасы ретінде, мысалға бізде 30 жылдан астам Қазақстан халық ассамблеясы жұмыс істеді, сосын ұлттық құрылтай жұмыс істеді, оның алдында ұлттық кеңес жұмыс істеді. Сол институттардың жиынтығы ретінде жаңа институт қалыптасып жатыр. Бұл енді осы азаматтардың жаңа айтқан басқару ісіне қатысу процесін кеңейту. Бізде енді заң шығарушы орган болады, құрылтай. Сонымен бірге осы ауыспалы түрде қоғамның әртүрлі топтарын қамтитын жаңа бір құрылым. Оның негізгі миссиясы сол халықтың үнін билікке жеткізу, қоғамдағы сұраныстарды, талаптарды жинақтап, сол мемлекеттік органдарға ұсыну. Қазақстан халық кеңесі қандай жаңашылдықтар әкеледі деп ойлайсыз? Енді біріншіден бұл жаңа құрылым, ол әлі жұмысын бастаған жоқ. Осы жақында ғана хатшылығы құрылды. Дегенмен де енді күзге қарай бұл қалыптасып, біз нәтижесін көретін боламыз деп ойлаймын. Ең бірінші жаңашылдық менің ойымша бұл осында деңгейдегі конституциялық жаңа орган, оның құрамында өңірлер өкілдері, жергілікті мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес өкілдері, этномәдени бірлестіктер, біздің осы Қазақстан халық ассамблеясы аясында жұмыс істеген және жұмыс істеп келе жатқан қазірде 1000-ға жуық этномәдени бірлестік бар, соның өкілдері, сосын азаматтық қоғам өкілдері. Осының барлығы қалыптастырып Қазақстан халық кеңесін және оның құрамындағы ең басты жаңалық олар заң шығару бастамасын қолдана алады. Яғни қоғамға қажетті деген заңдардың жобасын әзірлеп, соны құрылтайға ұсына алады. Сонымен бірге ішкі саясат саласындағы өздерінің ұсыныстарын, әртүрлі лайықты азаматтар болады деп ойлаймын. Сол азаматтар өздерінің ұсыныстарын сол бастамалар ретінде көтеріп, және оны басқа да мемлекеттік органдар қарастыруға міндетті болады деген сол Қазақстан халық кеңесі туралы заңда, конституциялық заңда жобасында жазылған. Сонымен бірге әртүрлі алаңдарды ұйымдастыратын болады. Ол сессиясы өзінің жылына кем дегенде бір рет өтетін, содан кейін дінаралық, дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан әлемдік діндер лидерлерінің съезі және басқа да осы алаңдарды, семинар, конференцияларды ұйымдастырады деп ойлаймын. Этномәдени бірлестік деп қалдыңыз. Этномәдени бірлестіктердің жұмысын көпшілік мәдени шаралар өткізумен байланыстырады. Сізінше қоғамдағы миссиясы қандай? Жалпы елімізде 1000-ға жуық этномәдени бірлестік бар, жаңа айтқанымдай. Жалпы қазіргі кезде сол этномәдени бірлестіктердің құқықтық статусы қайта қарастырылды. Заңға сәйкес бізде қоғамдық бірлестіктер туралы заң бар. Сол заңға 7-ші бабына толықтырулар енгізілді, және этномәдени бірлестіктерді мәртебесі, олардың негізгі мақсаттары айқындалды. Сол заңға сәйкес енді қайта тіркеуден өтетін болады. Осы күзге дейін енді осы жақында ғана этномәдени бірлестік өкілдеріне түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жалпы енді алатын болсақ, бұл қандай ұйым, немен айналысады? Әрине, олардың мақсаты бір пайда табу емес, олардың мақсаты бір табыс әкелу емес, олардың мақсаты сол құратын азаматтардың мақсаты негізгі
өздерінің тілдерін насихаттау, содан кейін мәдениетін насихаттау, сонымен бірге осы еліміздегі ұлттық бірлікті, қоғамдық келісімді нығайтуға үлес қосу. Сол мақсатта соның 90-шы жылдардан бастап этномәдени бірлестіктер белсенді жұмыс істеп келе жатыр. Республикалық деңгейде бар, ірі өңірлік деңгейде бар. Соның жалпы саны қазір 1000-ға жуық. Соның жартысына жуығы тіркелген. Сонымен бірге тіркелмеген этномәдени бірлестіктер бар. Біз оларды этномәдени бағыттағы ұйымдар деп айтамыз. Мысалға, қоғамдық бірлестікті туралы заңға сәйкес 3 адам құралады. 3 адам бірігіп, кем дегенде этномәдени бірлестік құралады. Әрине, олардың құрамында 3 адам емес, енді әрине 1000-нан астам әртүрлі үлкен жұмыстар атқарып келеді. Форумдар, мәдени шаралар, мемлекеттік тілді насихаттауға үлкен үлес қосып келеді. Осы шаралардың барлығында біз этномәдени бірлестіктердің былайша айтқанда волонтерлық жұмысын көріп отырмыз. Олар ол үшін ешқандай ақы алмайды. Олар көбінесе қоғамдық жұмыспен айналысып, осы еліміздегі бейбітшілікті, бірлікті нығайтуға үлес қосып келеді. Күн сайын енді біз көріп отырмыз, әртүрлі шаралар өтеді. Дәстүрді насихаттап жатса, екінші біреуі жастармен жұмыс жүргізіп жатады, үшінші біреулері ағарту жұмыстарын жүргізіп жатады. Сондай ауқымы көп бұл этномәдени бірлестіктердің. Жалпы осы этномәдени бірлестіктерге енді рахмет айтуымыз қажет. Еліміздегі осы бірлік болатын болса, ол өзінен өзі келе қойған жоқ. Сол этномәдени бірлестіктердің де үлесі бар. Ассамблеямен бірге өз жұмысын енді миссиясын тиімді атқарған ассамблеямен бірге. Енді ассамблея осы этномәдениетпен бірге бір трансформация дәуіріне қайта жаңаруға бағытталды. Сол енді Қазақстан Халық Кеңесінің құрамында осы енді заң шығару, басқа да шараларға, қоғамда болып жатқан проблемаларды, немесе бір салынып жатқан құрылысты, немесе басқа да бір жетеді ғой, игі шаралар бар, соларды бас көзінде болып белсенді қатысады деп ойлаймын, одан әрі қарай. Бүгінде елімізде қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған қандай жобалар бар? Өте көп жобалар бар. Мысалға, біздің басқарма аясында айналысатын жобалар туралы айта кетейін. Бізде енді бұрыннан келе жатқан мыңдаған қатысушылар қатысқан 1000 бала жобасы бар. 1000 бала жобасының негізгі мақсаты осы мемлекеттік тілде әртүрлі өңірлерден орындаушылар қатысады. Мысалға, ән айтады, музыкалық аспаптарда шығармаларын орындайды, халықтық шығармаларды орындайды. Соны үздіктерді жинақтап Астана қаласында жыл сайын өтеді. Марапаттау рәсімі. Биыл да жоспарлап отырмыз. Осы күз айларында осы тағы бір келесі кезеңі болады. Сонымен бірге бізде Ұлы даланың ұлтаралық тілі деген үлкен жоба бар. Бұның да негізгі мақсаты мемлекеттік тілді насихаттау. Мысалы, былтыр Қостанай жерінде өтсе, биыл Қарағандыда күз айларында өткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге жыл сайын өтеді семинар, тренингтер, этномәдени бірлестік өкілдеріне мемлекеттік саясатты түсіндіріп, мысалға, биылғы жылы сол гранттық қаржыландыру, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы бар. Солармен бірлесіп, осы гранттық қаржыландыру аясында қалай қатыса алады, соны түсіндіру. Сонымен бірге шиеленістерді реттеу бойынша, медиация бойынша да, басқа да бағыттар бойынша семинар, тренингтер өткізіледі. Мүмкін келесі жылдар мүмкін ол жасанды интеллектпен байланысты бола ма, заман ағымына қарай сол тақырыптарда өзгеріп отырады, және олар сол этномәдени бірлестік өкілдерінің құзыреттерін, біліктіліктерін, дағдыларын күшейтуге бағытталған. Рахмет. Қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесі мен этномәдени бірлестіктердің жұмысы жалпы қалай ұйымдастырылады? Сол бірлескен жұмыстың тиімділігі неде деп ойлайсыз? Біз енді қоян қолтық жұмыс істейміз этномәдени бірлестіктермен. Күн сайын байланыстамыз, әртүрлі осы барлық іс-шараларымызға этномәдени бірлестік өкілдері белсенді қатысады. Енді әртүрлі деңгейде, мысалға, республикалық деңгейде болсын, аймақ өңірлік деңгейде болсын, әртүрлі шаралар өтіп жатады. Соның осы шаралардың негізгі қатысушылары, ұйымдастырушылары сол этномәдени бірлестік өкілдері. Оның ішінде жастар бар, орта жастағы адамдар бар, егде жастағы адамдар бар, бәрі белсенді. Енді біз бұрын Қазақстан халқы аясында аккредитациядан өткізетінбіз. Қазір енді мемлекеттік тіркеуге байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қандай
құжаттар қажет болады дегендей. Енді өңірдегі әріптестермен бірге әрине қоғамдық келісім өңірлік ол жерде де әртүрлі бөлімдер бар. Сол этномәдени бірлестіктердің жұмысын үйлестіретін, көмектесетін, әдістемелік, тағы ақпараттық көмек беретін, сол жағынан қашанда көмек көрсетуге әзірміз, және бұл жұмысты әрі қарай да жалғаса беретін болады. Жастар мәселесіне тоқталсақ, жас буынның этномәдени бірлестіктердің жұмысына қызығушылығын арттыру үшін қандай бастамалар немесе жобалар қолға алынуда? Жалпы біз жастарды этносына қарай бөлмейміз. Бізге ең маңыздысы олардың Қазақстан азаматы болған. Сондықтан осы жобаларға тартқан кезде біз оларды ең бастысы белсенділігіне қараймыз. Және олардың осы азаматтық ұстанымдарына қараймыз. Әрине этномәдени бірлестіктер арқылы әртүрлі этнос өкілдерін барынша тартуға тырысамыз. Мысалға, осы өткен айда Түркістан облысында бірлік жастар лагері өтті. Былтыр ол Қарағанды облысында ұйымдастырылған. Сондай жобаларда жастар кездесіп, бір мәселелерін талқылап, белгілі бір мәселелер бойынша дағдыларын, білімдерін кеңейтіп жатады. Бұл енді сол алаң ретінде қарастырамыз жаңа шараларды. Өйткені бізде шын мәнінде қазір білімді, креативті жастар көп қой. Өкінішке орай мынандай Цезарьдың заманында айтылған екен, қоғамда мынандай бір көзқарас бар, негативті, енді ол орынсыз деп ойлаймын. Қазір жастар бұзылған, немесе бір үлкен буындар кейде бір жастарға көңіл толмай жатады. Бұның себебі неге? Себебі ол адамдар мен жастардың көзқарастары кейде бір өмір сүріп жатқан мүмкін орталары өзгеше. Сондықтан қазіргі жастарда ертең болашақ буынға да сондай сұрақ қою мүмкін. Өйткені олардың күту дейміз ғой, күтулері сәйкес келмеуі мүмкін. Ал енді шын мәнінде креативті жастар көп. Сол жастардың идеяларын тыңдау, мысалға бізде семинар тренингтер өткізген кезде, немесе жастармен пікірлескен кезде қаншама жақсы идеяларды алып отырамыз. Сол идеяларды іске асыруға тырысамыз. Осы бастамалар көп негізі жастар тарапынан. Қазір енді ақпараттық заман, ешқандай бір университет немесе мектеп бермейтін білімді жастар әлеуметтік желіден немесе ақпараттық кеңістіктен, өйткені қазір ешқандай бір шекаралар жойылып бара жатыр мемлекеттер арасында. Сондықтан тіл білетін болса, егер де оның жаңағы ең бастысы ниеті болатын болса, өте көп мүмкіндіктер. Сондықтан жастарды бастамаларын барынша қолдауға тырысамыз. Бұл да мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі. Елдос Тәңірбергенұлы, бүгінгі мазмұнды сұхбатқа уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Бүгін біз қоғамдық келісім, этномәдени бірлестіктердің қызметі және Қазақстан халық кеңесінің даму бағыттары туралы әңгімелестік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.